В Актубе вандалы оставили без ограждения братскую могилу. Сняли всю ограду, пытались унести даже те, что залиты бетоном. Вандализм. Шыны керек, бұл терминді соңғы кездері жиі естиміз. Бірақ оның кімдер екенін бірі білсе, енді бірі біле бермеуі мүмкін. Жалпы вандализмнің шығу тарихы тым тереңде. Сонау 450 жылдары Рим империясында пайда болды. Түп мағынасы қиратушы, сындырушы дегенді білдіреді. Рим империя болып тұрғанда мәдениеті осал тайпалар Римнің архитектуралық құрылыстарын қиратты. Бұлар вандалдар. Сол заматтан ғасыр түгіл дәуір көшті, алайда мүлікті қасақана әрі аяусыз қирататындар әлі де бар. Алысты қойып өзімізге оралайық. Отдельно хотел бы сфокусировать ваше внимание на участившихся случаях порчи общественного имущества, хулиганства, вандализма. Разгрому подвергаются общественные пространства, автобусные остановки, лифты, парки, памятники и даже кладбища. На днях в столице пьяный мужчина разбил монитор в лифте и получил за это штраф всего 14 тысяч тенге. Так дело не пойдет. За такие деяния нужно сажать минимум на 15 суток или вообще приговаривать к году исправительных работ. Нам нужна нулевая терпимость к подобным случаям. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қоғамдық мүлікті бүлдіру, бұзақылық және вандализм сияқты оқиғалардың жиілеп кеткеніне және ондайда жеңіл жаза жарамайтынын айтты. Демек, вандалдардың дәуірі әлі өткен жоқ деген сөз. Көшеге шам орнатса сындырады, орындық қойса қиратады. Қылаяғы ғимараттардың сыртына оғаш суреттер мен оқуға ыңғайсыз сөздерді жазады. Балалардың ойын алаңына да аяушылық танытпайды. Тіпті тарихи, мәдени ескерткіштерді қасақана бұзады. Памятник ветерану. Все изрисовано. Маты. Задняя стенка. Вот, пожалуйста. Это наша современная молодежь. Воспитание такое. Мәдениет қанша дамыса, көлеңкесі де бірге үлкейеді. Сол секілді қала көркін қанша әспеттесе де, қаскөйлердің жабайылығы азаймай тұр. Қатты айтты демеңіз. Мүлікті қасақана бүлдіріп тып-типыл қылатын зұлымдардың ісіне көпшілік не дейді? Адамдардың әр адамның санасызым әртүрлі, біріншіден. Бірақ ондай парктер ашып жатса, демалыстарын ашып жатқан соң, оны қолдан келгенше тазалық ретінде мәдениет сақтап, келген қолындағы ұстаған нәрсесін мусор орнында салып, тазалық сақтаған дұрыс деп ойлаймын. Әр адамның өзінің міндеті ғой таза ұстаған. Например, үйінде болса да өте лақтап тастай алмайды ғой, қағаз болса да. Үйінде қалай, көшеде солай ұстаса, сонда ғана ел болады. Тәрбиесі аздаудықтан шығар мүмкін деген, бірақ әке-шеше баласын жаман болсын деп тәрбиелемейді ғой ешкімді. Енді айта алмаймын, өзім балдарыма айтып отырамын, шашпаңдар, нетпен, сендер тастасаңдар, үстіне тағы да біреу қосса, одан сайын үлкен көп боқ болады. Это все делается вечером, когда уже никого нет, у нас там детская площадка, постоянно ее нарушают, там делают такое. Родители ремонтируют, и опять то же самое. Жуырда ғана су жаңа триатлон саябағында көлігімен қыдырған азаматтың әрекеті көптің ашуын келтірген еді. Бұл не? Еріккендік пе? Посмотрите, в дело видите. Еще наступили. Су бұрқақтың үстінде көлігімен шыр айналған мына көріністе әлеуметтік желі қолданушыларының наразылығын білдірді. Мұндай мысалдар көп. Тәртіп сақшыларының қолына түскен ол бірден есін жиып артынша халықтан кешірім де сұрады. 7-сінде сағат 1:30-да осы жерде жол ережесін бұзған. Сол заңды мойындаймын. Жастарды сұрайтын, қайталамасын. Водители автомашины были составлены протоколы административного правонарушения по статье 590, часть 1, 595, часть 1, 596, часть 1, 330, часть 1. Қазір уақытта мына етек алып келатқан нәрсе ұсақ бұзақылық. Яғни көшелердегі мына қоғамдық қызметті растау ең бірінші мәселе. Сонымен қатар жаңағы мына көше шамдарын, сонымен қатар қоқыс салатын жәшіктерді қазір уақытта сындырып кетіп жатыр. Соның бәрін енді көбастар жас балдар
кәмелет жасынан асқан да бар, ішінде және толмағандар да бар. Солар жаңағы осыны бұзақылық жасайды. Көшедегі мүлікті әдейі бүлдіргендерге қатысты айта берсең жетеді. Вандалдық әрекеттің бұлайша жайылып кетуіне не себеп? Заңның жұмсақтығы ма? Ағымдағы жылдың осы 6 айында құқық бұзушылық жасаған үшін 758 бұзақылық жасаған адамдар айыппұл жаңа әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар мына қоғамдық жерді ластаған үшін 3.000-ға жуық уже адам қазіргі уақытта жауапкершілікке тартылып отыр. Былай қарағанда ол көрсеткіш өте көп болып тұр мысалы. Вы видите, здесь это сейчас разбитое окно детской комнаты. Здесь дети обычно бывает, ну не знаю, теперь из-за этого резкого звука мы даже переживаем, чтобы запускать сюда людей. Вандалдық қазақша айтқанда тағылық бұл. Мұндай теріс ниет тегімізде жоқ еді. Жабай әрекет қазаққа қайдан жұқты? Бұрын оғаш әрекетті масан күйдегі адамнан немесе бұзақылық жасаған жасөспірімнен көретінбіз. Ал қазір ше? Қазір ес-ақылы дұрыс, ақыл тоқтатқан адамның вандалдық әрекетке барғанын көзіміз көріп жүр. Наступили, какие красивые сделали урны, взяли все переломали. Қаланың ажарын ашатын мәдени нысандар салынып, халық игілігіне берілген бойда бірден вандализм әрекеттері көрініс табады. Байқасаңыз, аса жек көрушіліктен туындайтын зұлымдықтың көрінісіндей. Жауаптылар қанша қалпына келтіргенімен тағылыққа баратындар тоқтамай тұр. Мы делаем, они ломают. Мы делаем, они ломают. Экологиялық тазалығымен әлемге үлгі болған Сингапур қаласында қоғамдық көлікте су ішіп, тіпті сағыз шайнағаныңыз үшін қомақты айыппұл арқалайсыз. Саябағы мен демалыс орны көп Вена, Мюнхен қалалары тазалық үшін автокөлік санын қысқартқан. Берлин де көркемдігі жағынан көш басындағы қала. Есесіне бұл елдерде вандалдық әрекет жасағандардың жазасы ауыр. Біреуге өнер, енді біреуге сән немесе жарнама болған граффити үшін, яғни қабырғаға рұқсатсыз сурет салғандарда қатаң жаза қалынады. Сайып келгенде біздегі киркінсіп кеткен вандалдардың әрекетін заңның жұмсақтығына дерсің. Ел болып күресуге уақыт келді деп ойлаймын. Себебі қаншама мемлекет тарапынан қаржы бөліп, халық үшін жасалатын, тұрғындар үшін жасалатын қоғамдық кеңестер бар, басқа да жақсы игі істер өздерін куә болып жүрсіздер. Бірақ дегенмен артқа тартып немесе осындай іс-әрекеттермен әрине үлкен бір өкінішке бізді тартады. Сондықтан осыған байланысты тәрбие ретінде бірнеше сутке қамау, басқа да жалпы максималды түрде шара қолдану. Әр адамның өзі туып өскен немесе тұратын мекеніне деген жаны ашитын, мәдени көпшілік жерлердің адамның қолымен бұзылуына төзбеуге тәрбиелейтін отан сүйгіштігі, ішкі жан дүниесі болмаушы ма еді? Шаһар тұрғындары сол қаланың иесі десек, қандай қожайын өз мүлкін бүлдіруге, қиратуға жол береді? Енді бұзақылардың әрекетін әшкере етіп, алдын алуға үлес қосқысы келгендерге сыйақы берілмек. Біз қазіргі таңда жұмыс тобыны құрып, осыған байланысты ақылдаса отырып, осындай шешімге келдік. Егер сондай фактілер анықталса, тұрғындар бізге осы факты шұғыл түрде жеткізетін болса, біз әрине барлық, соның ішінде қамау мәселесі де бар, 10 суткіге дейін, және максималдықына айыппұл төлеу мәселесін қолға алатын боламыз. Оны қалай болатын алгоритмді қосымша шектейтін боламыз. Вандализм көше қасіреті, мәдениетке деген ең ауыр қастандық. Сондықтан оған қарсы күресті де қатаңдату қажет. Әйтпесе мұның соңы неге апарарын кім біледі?